Креативті жас маман 2025 байқауы Ерғазиев Ғалымбек Сәрсенбайұлы. Амангелді Иманов атындағы жол-көлік колледжінің өндірістік оқыту шебері. Өмірлік ұстанымым, адал еңбек адамдықтың айнасы. Жоғары білімім. Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің түлегімін. Педагогтік ұстанымым, қауіпсіздік пен сапа бәрінен жоғары, сондықтан әділдік пен тәртіп арқылы тиімді өндіріс ортасын құрамын. Мен кәсіби шеберліктің құндылығына сенетін, әрбір шәкіртімнің болашағына жауапкершілікпен қарайтын маманмын. Амангелді Иманов атындағы жол-көлік колледжінде өндірістік оқыту шебері ретінде қызмет ету мен үшін тек жұмыс емес, бұл жаңа буын мамандарын тәрбиелеуге, олардың бойына сапа мен жауапкершілікті сіңіруге мүмкіндік беретін үлкен миссия. Менің креативтілігім дәстүрлі білім беруді заманауи технологиялармен және практикалық тәжірибемен ұштастыруда көрінеді. Тәртіп көшбасшылық және жауапкершілік мектебі. Өмірдегі кез келген іс-әрекетте, соның ішінде өндірістік оқыту процесінде де тәртіп пен ұйымдастырушылық маңызды. Әскери далалық оқу жиынында взвод командирі міндетін атқаруым, менің көшбасшылық қабілетімнің, жедел шешім қабылдау дағдыларымның және команданы басқарудағы жауапкершілігімнің айқын дәлелі. Бұл тәжірибе менің оқытушылық қызметіме де беріктік, жүйелілік және қатаңдық сияқты құнды қасиеттерді әкелді. Бірлескен еңбек жемісі ұжым рухы және болашақ мамандар. Мен қызмет ететін Амангелді Иманов атындағы колледж ұжымы, бұл бір мақсатқа жұмылған, тәжірибе мен білімді ортақ құндылық ететін үлкен отбасы. Біз бірлесе отырып, білім сапасын арттыруға ұмтыламыз. Кәсіби дамудың шыңы, WorldSkills кәсіби шеберлік чемпионаты. Облыстық кезеңдегі жеңісім, бұл менің мамандығыма деген адалдығымның, тынымсыз ізденісімнің және инновациялық оқыту әдістерін қолдануымның заңды нәтижесі. Бұл байқау тек жеке жетістік қана емес, сонымен қатар менің шәкірттерімнің біліктілігін арттыруға шабыт берген, білім берудегі стандарттарды жаңа деңгейге көтерген маңызды қадам болды. Көкшетау қаласында өткен республикалық байқауға қатысуым, кәсіби шеберлігімді ел алдында сынауға мүмкіндік берген үлкен сынақ әрі құрмет болды. Жеңіске деген құштарлық, спорт және өмір сабағы. Спорт мен үшін жігер мен төзімділіктің қайнар көзі. Спорттық жетістіктерім кез келген мақсатқа жету үшін табандылық, еңбек және тәртіп қажет екенін көрсетеді. Бұл қасиеттерді мен тек жеке өмірімде ғана емес, оқыту процесінде де қолданамын, шәкірттерімді де салауатты өмір салтына және кез келген қиындықты жеңуге тәрбиелеймін. Шәкірттерімнің жетістігі менің ең үлкен мақтанышым. Олардың облыстық және республикалық байқаулардағы жеңістері. Мен оларға тек білім беріп қана қоймай, кәсіптік этиканы, жауапкершілікті және креативті ойлауды үйретемін. Олар ертеңгі Қазақстанның білікті мамандары,